Енді менде бір қызық бір сұрақ пайда болып қалды да, Балауса ханым. Енді айтып жатыр ғой, түске дейін ұйықтаймын, жаңағы жеңгем көмектесе, тамақ жасап қояды деген сияқты. Сонда ол қалай, сіз сонда мүлдем тамақ жасамайсыз ба? Сонда барлығын жеңгеңіз жасап береді, сіз кішкене ұялмайсыз ба? Негізі ұяламын ғой. Просто мынандай, мен енді өзім осы уақытқа дейін өзімнің ата-анаммен де бірге тұрған жоқпын, қыздармен бөлек тұрып үйреніп қалғаннан кейін көбінесе тамақ істей алмаймын. Сондықтан сол жағынан маған жеңгем көмектеседі, атак үй жинап, басқа нәрселерін істеп көмектесемін. Негізінде бұйыртса енді тамақ істеп бәрін үйреніп алдым. Енем келгеннен кейін енді барлығын өзім істеймін. Ұялмайсың ба деп маған айтуың керек еді. Мен негізінде Әсемге айтамын, демалып ал, ұйықтап ал. Шын айтамын, мен айтамын, ұйықташы. Асықпай тұрып, съемка жасайтын болсақ, рекламаны түсіретін болсаң түсіріп ал. Ал жаңағы тамақ істеген келгенде басында енді болған тамақ істей алмай, осы мен жаңағы жұмысқа кеткен кезде эксперимент жасайды. Бір баяғы видеолар көретін едім. Жан бүгін не тамақ істеп қояйын дегенде мен видеоларда көретін жігіттер айту керек, осылай тамақ деп. Қолдан келмесе де. Мен кәдімгі 7 түрлі тамақтың түрін білемін, жеп жүрмін, сәл салмақ қосқам өзіме өзі. Негізінде ол сұрақ маған еді негізінде. Менің кесірім енді ұйықтай дей берем. Енді просто Балауса ханым, енді Әсем өзі ұялмай айтып отырғаннан кейін сондай бір сұрақ болды да, ұялмайсыз ба деген сияқты. Сол енді соны ғана сұрай салайын дегем. Жоқ, бұл жерде сәл көре алмаушылық па бірдеңе болып тұрған сияқты. Бұл тараптан ше, ұялмайсыз ба деген енді қалай бар солай айтатын қыз бізде Әсем. Өзі ашық жарқын, өзі кішкентай қыз сияқты өзі. Негізі қыз бен жігіттің арасында достық болмайды дейді ғой көп адам. Ақерке. Таза дос бола білген адам менімен. Мысалы, арамызда ешқандай сезім болған жоқ.